Кәрі жілікті босағаға неге келеді? Ертеде байдың жалғыз ұлы болыпты. Ол керуен тартып, қалаға саудаға аттанады. Сапарға шығар кезде әкесі: «Балам, мына кәрі сүйекті қойныңа салып ал, қауіп қатерден аман боласың», дейді. «Ой, әке, сіздің ақ ырымыңыз таусылмайды екен», деп баласы селсоқ қарайды. Бірақ әке көңілін қимай, көп қапшықтың біріне лақтыра салады. Межелі жеріне аман есен жетіп, саудасын жасап, елге қайтады. Жолда керуенге қарақшылар шабуылдайды. Бала не істерін білмей, қатты сасады. Сол кезде арт жағынан қарулы жасақ пайда болып, қарақшыларға қарсы ұмтылады. Тонаушылар сескеніп, кейін шегінеді. Қапылыста бір қарақшының қаңғыған оғы баланың аяғына тиіп, жараланып қалады. Ғайыптан пайда болған жасақ керуенді аман есен елге жеткізеді. Бірақ ел шеті көрінгенде көзден ғайып болады. Бала үйіне келіп, әкесіне болған жайды баяндайды. Сонда әкесі: «Ұлым, ырымның сырын енді түсінген боларсың. Кәрі жілікке Құдай осындай қасиет тартқан. Сен балалық қылып, кәрі жілікті көп қапшықтың біріне сала салдың. Сонда да керуенің ғайыберен 40 шілтеннің шылауында болды. Егер ықыласың күшті болғанда, жебеде дарымас еді», деген екен. Осыдан бастап ел аузында кәрі жілік ер жігітті 40 жолдан қағады деген сөз қалыпты. Салт дәстүр сөйлейді кітабынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.